Ел айнасы жастар, егемендікті сақтайтын да осы жастар. Бүгінде жастардың жұмысқа орналасуы өте өзекті мәселе. Осы орайда ел жастарына көңіл бөлу, оларды барынша жан-жақты қолдау ісі ерекше қарқын алып келеді. Соның бірі 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаны іске асыру шеңберіндегі мемлекеттік бағдарламаның бірі жастар практикасы. Қолына диплом алған әрбір жас маманда жұмыс жасау, тұрмыстық жағдайын жақсарту сияқты сұрақтар толғандырады. Сол үшін әр жас азамат қоғамда өз орнын тауып кету үшін тырмысып жүргенінде куәсіміз. Расымен дипломды алып, ертеңгі күнге қадам басу үшін тұрақты жұмысқа орналасу өте қажет. Онсыз жастың болашағы бұлыңғыр болары анық. Осы тұста жастар практикасы түлектердің өз мамандығы бойынша жұмыс тәжірибесін жинақтауына және кейінірек сол жұмысқа орналасуына мүмкіндік беретін жоба. Бүгінде Мақтаарал аудандағы халықты жұмыспен қамту орталығына келіп, тәжірибеден өтуге өтінім беретіндердің қатары көбейген. Өткен жылы жастар практикасы бойынша 655 адам жұмысқа жолданған болса, биыл бұл көрсеткіш 1100-ді құрайды деп көзделуде. Жыл басынан бері қазірге 100-ден астам азамат бағдарламаның игілігін көре бастапты. 6 айлық мерзім 12 айға артып, айлық жалақысы 103 мыңға жеткен. Еңбек ақы облыстық бюджет есебінен төленеді. Осыған сай жастардың талабы да артқан. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жастарды қолдау Мақтаарал ауданында да қарқынды жұмыс алып жатыр. Қазіргі таңда ауданымызда жастар практикасымен алғашқы жұмыс орындары жобасы жүріп жатыр, жастарға арналған. Биылғы жылға жастар практикасына 1100 адам жоспарланған. Қазіргі таңда соның бірінші тоқсанында 100-ден астам азаматты жолдадық. Жұмысқа деген ынта болса, жұмыста, ырыста алдынан шығатыны белгілі. Жас келсе, іске демеме. Жастар практикасы арқасында жұмыспен қамтылғандар жайлы айтсақ. Жастардың көбісі мемлекеттік мекемелерді таңдап, әрі сонда қалып жатыр. Әсіресе көбісінің таңдауы педагогика және медицина. Мәселен, Атакент емханасында 5 жас маман осы бағдарламаның аясында еңбек етіп, тәжірибе жинақтауда. Соның бірі Гаухар Сабитқызы. Осында өткен жылдың қыркүйек айында жастар практикасымен жолдама арқылы келген. Бүгінде өз ісінің шеберіне айналған. Денсаулық бұл жауапкершілігі мол сала дейді. Мен 2022 жылы Шымкент жоғары медициналық колледжіне кірдім. Содан кейін 2 айдан кейін осы жастар бағдарламасы бойынша жұмысқа кірдім. Менің жұмысым өзіме ұнайды. Мен адамдарға көмек беріп жатырмын, және де өзімнің мамандығым қаншалықты керек екенін біліп жатырмын. Алдағы уақытта жұмысқа кіру, әрине жұмысқа кіру болады. Және де осы мамандығымда одан ары шыңдандырғым келеді. Менің жастар практикасы бойынша жұмысқа кіргенім өте маған пайдалы болып жатыр. Мен мамандармен, дәрігерлермен жұмыс жасай алып жатырмын, және де олардан үйренерім әлі өте көп. Мемлекет барлық жағдайымызды жасап отыр. Тек алғырлық танытып, білім-білігіңізді дәлелдесеңіз болды дейді. Бағдарламаның шарапатын көргендердің бірі Жарқынай Бақытжанқызы. 2022 жылы педагогика саласы бойынша университетті бітірген жас маман бірден жұмыспен қамту орталығына жұмыссыз ретінде тіркеліпті. Содан бағдарлама аясында Атакент зияткерлік мектебіне жұмысқа орналасқан. Бұл өз мамандығымды терең үйреніп, тәжірибе жинауыма үлкен мүмкіндік дейді жас маман. Оқу жолында мен 2018 жылы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетіне оқуға түстім. 2022 жылы университетімді үздік қызыл дипломмен аяқтап, 2022 жылдың осы қыркүйек айынан бастап осы Атакент зияткерлік мектебінде жұмыс атқарудамын. Ең алғаш ешқандай мектепке бармастан, ешқандай мектеп таңдамастан жұмыспен қамту орталығына барып жолықтым. Сол жерде 2021-2025 жылдарға арналған осы кәсіпкерлікті дамыту мақсатында ұлттық жоба бойынша жастар практикасымен танысып, осында қазіргі уақытта қызмет атқарудамын. Жұмыс атқарып жатқаныма біршама уақыт болды. Осында қызметкерлермен, ұжымдастарымен бірге көптеген іс-шараларды атқарып, бірлікте жұмыс жасау арқылы осы білімді ұстаздарымыздың арқасында көптеген тәжірибе алмасудамын. Қазіргі таңда мен 3-ші А сыныбының сынып жетекшісімін. Сыныбымда жалпы 15 оқушы бар. Алдағы уақытта осы жастар практикасы аяқталғаннан кейін Атакент зияткерлік мектебінде әрі қарай жұмыс жасап, тәжірибемді арттыруға ниеттімін.
жастар практикасымен жұмысқа кіру маған мүлде қиындық тудырған жоқ. Ең алдымен осы мектепте естіп білу арқылы жұмыспен қамту орталығына бардым, қажетті құжаттарын тапсырдым. Сонан соң бірден жұмысқа түсіп, бұйрық шығарылып, жұмысқа іске бірден кірісіп кеттім. Қолында дипломы бар жастардың бәрі бірден жұмысқа орналасып кете алмайды. Себебі көп жұмыс берушілер тәжірибені ерекше назарға алады. Осы тұста жастар практикасы алғашқы тәжірибені жинақтауға зор мүмкіндік береді. Тағы бір кейіпкеріміз Азамат Файзуллаев үшін дене тәрбиесі ең басты құндылық. Өйткені бойын билей алмаған бала ойында билей алмайды. Дене шынықтыру маманы оқудан басқа бұл толық кәсіптік жұмыс дейді. Екі қол бірге қоямыз, бас айналаңыз кетті. 1, 2, 3, 4. Бір, келесі жаттығу. Екі қол иыққа қоямыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тас келеді үстіңіз. 1, 2, 3, 4. Мен жастар практикасы бойынша осы мектепке жұмысқа келдім. Ары қарай өзімді осы ортада дамытқым келеді. Спорт саласына өзім мамандығым осы спорт мамандығы болғандықтан мен осы жастар практикасы бойынша жұмысқа жолдандым. Және де осы 12 ай көлемінің ішінде мен біраз жетістіктерге және де алып үйренерлерім өте көп болды. Осындай жобаны ұйымдастырған Қасым-Жомарт Кемелұлына алғысымды айтқым келеді. Балдармен айта кететін облыстық жарыстарға, аудандық турнирлерге барып жатырмыз. Жүлделі орындармен қайттық. Жұмыс тәжірибе жинақтауға үлкен әсерін тигізіп жатыр осы жоба. Мамандығым ұнайды өзіме. Жастар практикасы жоғары оқу орындары мен колледж түлектеріне арналған еңбек қызметінің бір түрі. Оны әкімдік жұмыспен қамту орталығы арқылы ұйымдастырылады. Жастар практикасының мақсаты түлектердің өз мамандығы бойынша жұмыс тәжірибесін жинақтауына және кейінірек жұмысқа орналасуына жағдай жасау болып табылады. Практикаға қабылданып жұмыс берушіге жолдама алған жас түлек өзін жақсы жағынан көрсете алуы тиіс. Жұмыс берушіге жауапкершілігі мен ынтасын, талабын таныта алса, жаңа қызметке ие болмақ. Жастар практикасына қабылданған жас 12 ай бойы практикада болады. Одан аз да, кем де емес. Осы уақыт арасында нәтиже шығарғаны жөн. Жұмысқа келген жасты арнайы тәлімгер үйретіп, жөн сілтейді. Жастар практикасына қатысқысы келген азамат жұмыспен қамту орталығына барып тіркеліп, өтініш береді. Орталық мамандары қатысудың шарттарын, қандай жұмыс орындары барын, бағдарлама ережелерін түсіндіреді. Жастар практикасына қатысу үшін мынадай құжаттар қажет. Жеке куәлік көшірмесі, еңбек кітапшасының көшірмесі, егер бар болса, техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар екенін растайтын құжаттың көшірмесі. Жұмыс қандай? Практика бойынша жұмыс әр өңірде әртүрлі. Мемлекеттік қызметтен бастап жекеменшік компаниялар мен зауыттарға дейін бәрі бар. Бағыты мен мамандыққа байланысты. Жастар практикасына келген азаматтың өзі де қай мекемеде тағылымдамадан өткісі келетінін айтып, өтініш білдірсе болды. Сондай-ақ жастар практикасымен жұмысқа қабылдағысы келетін кәсіпорындар да көп. Еңбек ақысы қанша? Жалақы мөлшері әр жылда әртүрлі. Биыл өткен жылмен салыстырғанда 20%-ға өсті. 30 айлық есептік көрсеткіш, яғни 100 мыңға жуық. Бұл мемлекет тарапынан берілетін жалақы. Мақтаарал ауданында облыстық бюджет есебінен төленеді. Зейнетақысы мен сақтандыруы жүреді. Егер жұмыс беруші бөлек еңбекақы төлеймін десе, оған да жол ашық. 2023 жылдан бастап 35 жасқа дейінгі азаматтар жастар санатына еніп, бір қатар мемлекеттік қолдауға ие болады. Енді екі қолға бір күрек таппай жүрген 35 жасқа дейінгі жастар практикасынан бөлек алғашқы жұмыс орны деген бағдарламаға да қатыса алады. Аталған бағдарламаға бірінші кезекте алғаш рет жұмыс іздеп жүрген оқу орындарының бітірушілері халықты жұмыспен қамту орталығына тіркелуіне қарамастан жұмыс іздеп жүрген тұлғалар мен бір қатар жұмыссыздар қатыса алады. Сонымен қатар ниет санатындағы жұмыс тәжірибесі жоқ жастар да осы бағдарламаға қатыса алады. Бұл бойынша Мақтаарал ауданында биыл 90 адамды қамту көзделген. Алғашқы жұмыс орнына 90 адам жоспарланған осы жылға 2023 жылға. Алғашқы жұмыс орындарына қазір бізде 30-ға жуық адам жұмысқа жолданды. Қалған енді алдағы уақытта бұл жылға жоспарды орындауға дайынбыз. Ал алғашқы жұмыс орындарына НИТ санатындағы міндетті төленбеген
міндетті төлемде жүрмеген жастар шақырамыз. Тоже 35 жасқа дейін жастар практикасына 12 ай мерзімі жұмыс, алғашқы жұмыс орындарына 18 ай. Әрине, жастарға жан-жақты қолдау көрсету шаралар бір жылмен ғана шектеліп қалмайды. Мақтаарал ауданында 29 жасқа дейінгі жастар санатына 34.800-ге жуық адам кірсе, енді 35 жасқа дейінгілер жастар санатына қосылып, бұл көрсеткіш еселей береді. Сәйкесінше жастарға арналған бағдарламаға деген сұраныс та көбейе түседі. Өңірде жастар үшін берілетін қолдаулар мен жобалар бойынша ақпарат беріп, сүйемелдеу шараларын атқаратын жастар ресурстық орталығы бар. Ол үшін арнайы зәулім ғимаратта қарастырылған. Орталық басшысы Сүндет Кенжебаев атқарылып жатқан мақсатты шараларды атап өтті. Бұл үздіксіз жүргізілетін, күн тәртібінен ешқашан түспейтін өте өзекті мәселе ретінде қала береді дейді. Мына өздеріңізге белгілі, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы арнайы жастардың жас ерекшелігін 35 жасқа дейін ұлғайтты. Оны мына 1 наурыздан бастап күшіне енді. 1 наурыздан бастап күшіне еніп, қазір таңда мынау нақты санақ жүргізіліп жатыр, нақтыланып жатыр, былайша айтқанда. 35 жасқа дейінгі жастар, ол мынау біздің үйде отырған көпбалалы аналар, мынау іштерде жаңағыдай статусы анықталмаған нет санатындағы жастар, олар мынау таксистер болады, олар мынау біздің полияда жүргендер болады. Осы нәрсенің бәрін біз анықтау мақсатында алдын ала бір алгоритм жасақтап жатырмыз қазіргі таңда. Ол мына мемлекеттік бағдарламаларды тікелей жүзеге асыру мақсатында 20-20 жұмыспен қамту мекемемен біргелікте меморандум түзіп, бірінші кезекте аудиторный кездесулер өтті. Екінші кезекте мына табиғат аясында кездесулер, үшінші кезекте анкета жүргізеді, яғни анализ жүргіземіз біз. Анализдің аясында қызыл, сары, жасыл неге белгілейміз картаны. Жастардың кәсіпкерлік бастамаларына қолдау көрсету бойынша жүйелі жұмыстар қолға алынған. Кәсібін кеңейтуге ниетті жастарға жеңілдетілген тәртіппен жылдық өсімі 2,5% болатын шағын несие беріледі. Бұл бағдарлама бойынша наурыз айынан бастап құжат қабылдау жұмыстары жүргізілуде. Бүгінгі жастар үшін атқарылып жатқан игі істер мен сарабдал саясаттың негізгі мақсаты болашақтың кемел болуы үшін жасалған дүниелер, мемлекет тарапынан жастарға арналған үлкен қолдаулар да жетерлік. Мұндай мүмкіндіктерді жас буын қалт жібермеу керек. Мемлекет басшысы жалпы жастар саясатына, жұмыссыздық мәселесіне аса ден қойып отыр.